Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Астана маңындағы жасыл белдеуді дамыту мәселелері жөніндегі көшпелі кеңес өткізді. Биыл жасыл белдеудің бой көтергеніне 15 жыл. 1997 жылы елбасының тапсырмасымен қолға алынған бұл жұмыстар жемісті нәтижелерін беріп жатыр. Бүгінге дейін елорда төңірегінде 65 мың гектар жерге ағаш отырғызылып, орманды алқапқа айналуда. Президент жасыл желекті тікұшақпен аралап өтіп, Қызылжар орман шаруашылығына табан тіреді. Жасыл белдеуде болып қайтқан тілшіміз Мұхтар Абырайын тарқатады. Елорданы жағалаған жасыл белдеуді аралауды елбасы дәстүрге айналдырған. Биылда игі жұмыстың барысымен танысты. Әуелі тікұшақпен шарлап өтті Астана маңайын. Былтырғымен салыстырғанда нулы, жазиралы екен, қыраңғалықтар биіктіктен. 1997 жылдан бері 65 мың гектар алқапқа түрлі көшеттер отырғызылды. Оның 14 мыңы Астана қаласының аумағына қарасты. 15-20 метр биіктікке жетіп үлгерді алғашқылары. Ал 2020 жылға қарай орман алқаптары тіпті 100 мың гектарға жетпек. Қазір орман алқаптарында шегіршін, қарағай, қайың, үйеңкі, бозжиде, терек, жөке, татар үйеңкілері жайқалып тұр. Қызылжар орман шаруашылығында болған президент бұл игістің маңыздылығына тоқталды. Дүниеде мұнша орман салған мемлекет аз. Соның біреуі бізбіз. Біріншіден бұл жаздың күні қаламыздың ішінде шаңды келтірмейді, шаң болмайды. Қыстың күні жел, боран болмайды деген сөз. Өзі Астананың климаты кейінгі жылдарда өзгеріп келе жатыр. Орман деген бұл оттегі, адамның денсаулығы, өкпеге келетін ауаның тазасы, қаланың ішіндегі тазалығы. Бұл бүкіл дүниелік табиғатқа көмектес. Мына көкжелектің жапырақтарының барлығы көмір қышқылды жұтаттағы оттегіні шығарып тұрады. Жерден де, судан да. Осының барлығы қаланың өкпесі деп айтуға болады. Бұл енді елге де, халыққа да, болашаққа жасалып жатқан мәселе. 100 мың гектар ауыз толтырып айтарлық айтулы көрсеткіш. Оның бері жағында жүздеген адамның еңбегі жатыр. Қарапайым орманшы, ғалымдар мен өсімдік танушылар. Ерназар Серікбаевқа орманшы кәсібі атадан мұра болып қалды. Бауырлары да жасыл желекті өсіруге арнапты бар ғұмырын. 15 жыл болды осы кәсіптің басы қасында жүргеніне. Келешектің қамы дейді қиындықтарға қарамастан. Биылғы жұмысымыз, биылғы посадкамыз қиын болып кеткені. Жаңбыр жауды, сосын салқын күндер тұрды. 2 аптадан артық айналыстық. Бұл ағаштар ертең біздің балаларымызға, немерелерімізге қалатын нәрсе ғой. Осы жерге, осы Астананың кісілері шығып, дем алып, таза ауа. Әр түптің астында үлкен ғылым жатыр дейді мамандар. Топырағы зерттеліп, өсімдігі өңделді. Мәселен, былтыр ғана отырғызылған мына қайыңдар 1 жылдың ішінде еңсесін көтерді. 2 жылда 2 метр биіктікке жетеді бұйырса. Мұны ғылыми жетістік деуге толық негіз бар. Жылына 1 метрге дейін өседі кем дегенде. Бұл көшеттер Көкшетау орман селекциялық орталығынан микроклонды көбейту жолымен алынды. 80% жерсініп кететініне сенімді орманшылар. Астананың аптап ыстығы мен қытымыр аязына да төзімді. Елбасыға жасыл белдеудің бүгіні мен келешегі жайлы кең ақпарат берілді. Орман алқаптарының жай-күйін баяндады мамандар. Жоспарлары аз емес көрінеді. Бастысы рекреациялық аймақ құру ісіне білек сыбана кіріспек. Жақын болашақта бұл ормандардың іші сырты демалыс орталықтарымен толығады. Бүгінде орманда жабайы қоян, борсық және еліктер мекен етеді. Орманшылар жыл сайын орманды аң-құстармен толықтырып отырады. Бұл да кешенді жұмыстардың бір бағыты. Бүгін елбасы 140 ауылды орманға аттандырды. Күзге дейін тағы 2000 құс орман тұрғындарының қатарына қосылады. Жәндіктер жіберіп жатырмыз. Жидектер өсіріп жатырмыз. Күзде қараңдар, шелек-шелекпен адамдар жеміс жидек жинайды. Жәндіктер пайда болды, қояндар пайда болды, мына құстар пайда болды, еліктер пайда болды. Сөйтіп таңға жайып, Астананың төңірегінде ертегі де айтылатын жағдайлар пайда болды. Осының бәрі адамдардың қолымен істелді, орманшылардың қолымен істелді. 3 жылдың ішінде 2010 жылдан бастап бүгінгі мыңнан артық шығарылды бүгіннен бастап. Қырғауылдан басқа құс жоқ. Қырғауылдан. Пока қырғауыл ғана, естественно среда жаңағы куропаткалар бар, қояндар бар. Биыл Астана маңында жасыл белдеудің бой көтергеніне 15 жыл толып отыр. Бастапқыда топырағы құнарсыз, ауа райы қолайсыз бұл өлкеде жайқалған жасыл желек болады дегенге ешкім сенбеп еді. 15 жылдың нәтижесін көпшілік мойындаса керекті. Бастысы жазиралы байлықты аялай білу керек деді президент. Осы жұмысты бүкіл Қазақстанда тарата беруіміз керек. Әр облыста жасыл ел бағдарламасы жүргізе беру керек. Әсіресе мынау жастарға айтатыным, осының әр шыбықты күтіп,
әр шыбықты сақтап сындырмай өсірсек, болашақ ұрпаққа, сендерге, сендердің балаларыңа, немерелеріңе үлкен азық болады. Елдің бақыты болады. Алға қойған мақсат міндеттер аз емес. Климатты жұмсарту, жазиралы алқаптар жасау қолдан келерлік іс екенін көз көріп отыр. Ендігі ауқымды жоспар Астана мен Көкшетау орманының басын қосу. Ол күнде алыс емес көрінеді. Әзірге Шортандыға дейін жасыл алқап тұрғызылды. Енді Ақкөлге дейін жетсек, әрі қарай Бурабайдың қалың орманы тиіп ақ тұр. Мұхтар Ыбырайым, Рамил Қожабай, Бақтыбай Шаханов, Алмас Омарғалиев. Хабар, Ақмола облысы, Президент телерадио кешенінің көмегімен.